Білім күні Жетісу облысының 4 ауылында жаңа мектеп ашылады. Ел игіліне берілетін оқу ғимараттарының бірі Сарқан аудандағы Тополевка елді мекенінде салынды. Білім ордасының бой көтеруі шекарадағы аймақ мәселелерінің бір қатарының шешілуіне ықпал етті. Толығырақ тақырыпта тілшіміз тарқатады. Майра Қалдыбаева жетекшілік ететін мектеп ұжымы құжаттарын жинап жаңа ғимаратқа көшіп жатыр. Ұстаздар қауымы осыған дейін 1940 жылдардың соңында салынып, бірнеше бөліктен тұратын мекемеде сабақ беріп келді. Ескі мектебімізде ғимаратында спорт залдары болмады. Әртүрлі шараларды жасауға бұл бізге қиындық туғызды. Залдары болған жоқ, асханада болмады. Оқушыларымыз тамақтандыратын оның барлығы өте әрине кедергі келтірді, қиындық туғызды. Қазіргі мектебімізде, зәулім кең мектебімізде осындай қиындықтардың болмайтынына өте қуаныштымыз. Жаңа мектептің аумағы 3000 шаршы метрден асады. Мердігер мекеме өкілдері құрылысты 1 жылдан аса уақытта толық аяқтады. Сонымен қатар қажетті жабдықтарын жеткізіп, орнатып берді. Үш жерде 80 орындық мектебі, қосылған 25 кісілік мини-центр. Бәрі жасалған. Бірінші қыркүйек күні үш жерде бұйырса открытие болады. Шекаралы аймақтағы ауылда 400-ге тарта адам тұрады. Олар негізінен мал шаруашылығы және омарташылықты кәсіп етіп, мемлекеттік мекемелерде жұмыс істейді. Сондықтан білім ордасының жаңаруы жергілікті халықтың туған жерінде тұрақтауына ықпал етеді дейді Әлия Байтілеуова. Әжейдің 5 баласы ескі мектепте оқыса, немерелер жаңасында білім алатын болды. Бала-шағам осындай үлкен мектепте оқыс екен деп біз армандадық. Арманымыз орындалды. Енді мына кішкентай өсіп келе жатқан немерелерім осы мектепте оқып, жақсы оқып бітірсе екен деп менің апаның арманы. 3 қабатты ғимараттың салынуымен орыс мектебінде алғаш рет қазақ сыныбы ашылды. Бүлдіршіндер енді ана тілінде де тәлім тәрбие алып, білім нәрімен сусындайтын болады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24 телеарнасы, Жетісу облысынан.